Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli musulmon bауырлар, Alloh subhanahu wa ta'alaның nasib qilganiмен bugun bizler niyet qildik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning namazға алатын дәретін дәлелмен, тағы хадиспен, тағы ғұламалардың айтқан сөздерімен мұсылман бауырларына көрсетуге иншалла ниет қылдық. Бірінші бәрімізді білеміз, Құран аятта Аллах субхану ва таала былай деп айтқанын: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману иза кумтум иля салати фагсилу вужухакум ва айдиякум илал марафиқи вамсаху бируусикум ва аржулакум илал каъбайн. Яғни, ей мұсылман, иман келтірген адамдар, қашан дәретке тұратын болсаңыз, бетіңізді жуың, одан кейін екі қолыңызды шынтаққа дейін жуыңыз, одан басыңызды мәсих тартып, екі аяғыңызды тобыққа дейін жуыңыз деп Алла субхану ва тааланың хукмы бар. Сондықтан осы аятқа көре тағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның келетін хадистеріне ла вуду лиман ла салата лиман ла вуду алаху деген хадистер бар. Яғни дәретсіз адамның намазы қабыл болмайды деген хадистерге көре төрт мазхабта, ахли суннат вал жамааттың мазхабтарында дәретсіз намаз қабыл болмайды. Сондықтан біздер сол мұсылман бауырлардың намазын иншалла толық қабыл болу үшін іс-әрекет жасап, соның дәретті, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дәретін көрсетуге іс-әрекет жасап отырмыз иншалла, Алланың қалауымен. Бауырлар, Абу Ханифа рахималлахның мазхабында дәреттің төрт парызы бар. Жаңа Құран аяттың айтқанындай, екі қолды шынтаққа дейін жуу ол парыз. Тағы бетті жуу, толық бетті жуу ол да парыз болып саналады. Тағы басты мәсих тарту, төртінші екі аяқты жуу ол парыз, дәреттің парызы болып саналады. Бұдан кейін дәреттің өзіне көре сүннеттері бар. Осыны білек бауырлар, дәретте уажип деген амал жоқ біздің мазхабта. Дәретте тек қана парыз амал бар, сүннет амал бар. Сүннет амалдары иншалла қазір дәреттің алып жатқанда дәреттің арасында бәрін иншалла толығымен түсіндіріп айтайық. Дәретте ең бірінші сүннет ниет. Ниет дәретте сүннет. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, ниет дәреттің сүннеті болып табылады. Тағы сол ниетті тілге алып келу ол мустахаб амал. Яғни ниет қылдым жаңағы дәретсіздіктен шығуға, немесе ниет қылдым дәрет алуға деген ниетті тілге айту ол мустахаб. Екінші сүннеті оны зикр, Алланың зикрін айту. Зикр дегенде тек қана бисмилла айту шарт емес, әрбір субханалла айту, немесе қандай сөз Алланың сөзі атын айтсаң ол зикрге болып саналады. Бірақ бисмиллахир рахманир рахим деп, немесе бисмиллах деп айту ол да сүннет болып табылады. Оған қандай дәлел? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: кімде-кім дәрет алатын кезде бисмилла айтса, оның түгел денесі тазарады дейді. Кім бисмилла айтпай дәрет алса, оның тек жуған мүшелері тазарады дейді. Сондықтан ғұламалар айтады, дәретті бисмилла айту сүннет амал болып табылады деп айтады. Сондықтан ниет қыламыз, иншалла дәретке ниет қыламыз, дәрет хадастан тазаруға немесе дәретсіздіктен тазаруға деп ниет қыламыз. Одан кейін бисмилла деп Алланың атын зикрін айтамыз. Одан кейін дәреттің сүннеті қолды 3 рет білекке дейін жуу, ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннеті болып табылады. 3 рет. Тағы қолды аралау да ол сүннеттен болып табылады. 3 рет жуу ол сүннет бауырлар. Тағы дәреттің бір сүннеті мисвакты қолдану. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мисвак қолданған. Мисвак деген бір ашты, рак деген аяқ ағаштан алынады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дәреттің кезінде немесе жаңағы ұйқыдан тұрғанда, үйге кіргенде, көпшілікке кіргенде мисвактан қолданатын болған. Егер мисвак қасымызда болмаса, оны саусақпен де тісімізді, аузымызды тазаласақ, ол да мисвактың орнында болып саналады. Оған қандай дәлел? Айша анамыз радиаллаху анха айтады: Я Расулалла дейді, мисвак қолданатын адам, егер оның тісі болмаса, не істеу керек дейді. Тісі болмайтын адам, ол саусағымен тісін, аузын тазаласа, ол мисвактың орнына болады деп айтады. Мисвакты қолданғаннан кейін аузымызды 3 рет әр алғанда бөлек су қолдану ол да сүннеттен болып табылады. 1 рет, 2 рет, 3 рет.
Бұл ауызды шаюдың өзі сүннет. Оған Ибн Аббас радиаллаху таала анху хадисінде келтіреді. Мал-мада вал истинжақ хума суннатани фил вуду ва фардани фил ғусл деп. Яғни бұл екі ауызды шаю, мұрынды шаю дәретті сүннет дейді. Ибн Аббас радиаллаху таала анху айтады. Тағы ғусылда ауызды мұрынды шаю парыз деп айтады. Тағы бір сүннет ауызды шаятын кезде ауызды шайғанда мұрынмен бірге шаймаймыз. Ол мәкрух амал біздің мазхабта. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол амалды қайтарған. Ауызды бөлек сумен шайып, тағы мұрынды бөлек сумен шаямыз. Мұрынға суды оң қолмен тартамыз, сол қолмен оны босатамыз. Ол да бір сүннет. Тағы мұрынды да 3 су бөлек су алу, ол да сүннет болып табылады. Оны бір рет, 3 рет тартып, оны бір рет босату, ол сүннетке жатпайды, бауырлар. Тағы дәреттің парызы, бірінші парызы, ол бетті жу. Бетті жу дегенде шаштың шығатын жері, мына иектің бітетін жері, екі құлақтың арасы бәрі бетке жатады. Бетті жуғанда, бауырлар, бір рет жу парыз, 2 рет жу оған сауап беріледі, 3 рет жу ол сүннет болып табылады. Сахабалар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның дәретін көрдік дейді. Пайғамбар бір рет дәрет алды дейді. Тавадда'a марратайн дейді. Бір рет дәрет алды, айтты дейді. Мынау кім осы бір ретті жумаса, оның дәреті дәрет болмайды деп айтты дейді. Одан кейін ва тавадда'a марратайн 2 рет дәрет алды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Одан кейін айтты дейді. Бұл дәрет 2 рет жуу дейді. Бұл Аллах тағала сауабын 2 есе қылатын адамдардың дәреті. Яғни дәрет алған адам 2 рет жуса, оның сауабы 2 есе болады. Одан кейін ватавалда'a саласан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 рет бетін жуды. Одан кейін айтты дейді. Уаман нағаса аудада аля хада, кім бұдан аз қылса, яғни 2 рет жуса, немесе 3-тен көп 4 рет жуатын болса, фағат таадда ва залама, ол шариғатты жартылай амал жасаған, немесе оны золым жасаған адамдардан болады. Яғни 2 рет жасаған адам дәретті 2 рет жуған, ол шариғатты золым, яғни жартылай амал жасаған болады. Тағы бетті толық жуғандан кейін сақалы бар адамға тағы бір сүннет, сақалды аралау, ол да бір сүннеттен болып табылады, бауырлар. Бірінші дәреттің парызы бет жуу болды. Одан кейін екінші парызы қолды шынтаққа дейін жуу, Құран аятта айтқандай, ол да бір парыз болып табылады, бауырлар. Жаңында айтқан, онда 3 рет жуамыз. 2 рет жуу, ол Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, уаман нағаса, кім осы дәретті 3 реттен аз жуса, ол залама, яғни кемшілік қылған адам деген болып саналады. 3 рет жуамыз, тағы сол қолды да 3 рет шынтаққа дейін жуу, ол парыз болып табылады. 3 рет жуу сүннет, 1 рет жуу парыз. Тағы дәреттің бір парызы басты мәсих тарту. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басына мәсих тартты аля насиятихи. Насия дегенде бастың алдыңғы бөлегі болады. Ол 4-тен 1 болып есептеледі. Біздің мазхабта толық басты мәсих тарту парыз емес. Имам Ахмад, имам Маликтің мазхабында парыз. Біздер айтамыз, егер басты толық мәсих тарту парыз болғанда, неге пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям басын 4-тен 1 мәсих тартты? Сондықтан біз соны айтамыз, 4-тен 1 мәсих тарту парыз, толық мәсих тарту ол сүннет болып табылады біздің мазхабта. Одан кейін сол басы тартқан қолмен құлағымызды мәсих тартамыз, тағы сол 2 қолымыздың арқасымен мойнымызды мәсих тартамыз. Мойынға хадис келеді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, кім мойнын мәсих тартса, ертең қиямет күні оған от тимейді ол мойынға деген хадис бар. Тағы бір парызы дәреттің, ол аяқты жуу. Аяқты 1 рет жуу парыз, 3 рет жуу сүннет. Аяқты жуғанда да саусақпен аяқтарды аралау, ол да сүннет амал болып табылады. Бірінші оң аяқты жуу да сүннет. Тағы екінші аяғымызды, сол аяғымызды жуамыз, оны да жуғанда аяқтарды, саусақтарды, бармақтарды аралау, ол да сүннет амал болып табылады. Аяқты тобыққа дейін жуамыз. Аяқты жуғанда байқау керек. Оның иненің үшідай бос жері қалмау керек, бауырлар.
Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннет бойынша алған дәреті. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, кім дәреттен кейін шахадат кәлимесін айтса дейді, жәннаттың 8 есігі ол адам үшін ашылып қояды дейді. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Аллахумма джални минат тавабин ва джални минал мутатаххирин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.